Сәлем достар, балаға ит көйлек кигізудің маңызы. Мені жоғалту алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Дүние есігін ашқан сәбиге ең алғаш тігісін сыртына қаратып, киім тігіп кигізеді. Ол киімнің атын ит көйлек немесе ит жейде деп атаған. Киімнің бұлай аталуы жайында мынадай қызық аңыз бар. Тәңірі тағала адамның мүсінін жасағанда оның кіндігінен алынған бір шөкім балшықтан итті жаратты. Иттің үнемі адамнан айырылмай, қайда барса да иесінің мал-мүлкін қорып, адамға серік болып жүретін себебі сол екен. Кіндік балшығынан жаралған соң, алғашында оның терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Адам ата жаралған соң, оны 40 күн, 40 түн ит күзетіпті. Ібіліс адамға жақын келіп, Алла сені несіне жаратқан, түрін құрысын деп адамның бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап Ібіліске тап береді. Ібіліс итке ашуланып қаһарын төгеді. Ібілістің қаһары асып түсіп, ит тоңып өледі. Алла тағала иттің ерлігіне риза болып, оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Адамның шаңырағынан мекен береді. Ал Ібіліс адам бетіне түкіргендіктен адам әр түрлі кеселге шалдығатын болыпты. Ит адам ата мен Хауана жер бетіне түскен кезде де алғаш рет соларға сенімді серік болыпты. Оларды бәле жаладан, қауіп-қатерден құтқарып, қорған болған екен. Жаңа туған баланы да пәле жаладан қорғасын деп ит көйлек кигізіп ырымдау содан қалыпты. Ит көйлекті бала қырқынан шыққанша кигізеді. Оны шыт, сиса, бәтес, бөз сияқты жұмсақ маталардан жасайды. Тысын сыртына қаратып, шетін бүкпей пішеді. Жағасын ойып, өңіріне баланың басы сиятындай етіп, тік тілігі жасайды. Баланы қырқынан шығарғасын ит көйлекті далаға тастамайды. Дауға барған адамдар, жауға шапқан батырлар баласының ит жейдесін қойнына тығып, өзімен бірге ала жүрген. Себебі ит көйлек қауіп-қатерден, пәле жаладан сақтайды деп ырымдаған. Әдетте ит көйлек екеу болады. Нәресте қырқынан шыққанша суға түсіріп, шомылдырғаннан кейін екеуін кезектестіріп кигізеді. Оның ит көйлек не ит жейде атауының өз себебі бар. Оңтүстік Қазақстан жағында ұлдың киімін ит көйлек, қыз баланың көйлегін ит жейде деп атаған. Батыс Қазақстан өңірінде шақалақты олай бөлмейді. Өйткені шарана періште. Сондықтан да ол киген ит көйлекті қасиетті санайды. Бала қырқынан шыққаннан кейін жаңағы жейде көйлектің ішіне тәнті салып, түйіп, иттің мойнына байлап жібереді. Балалар итті қуып жүріп, ит жейдені шешіп алып, ішіндегі тәттіні таласып жейде екенде, көйлекті сәби сүйе алмай жүрген аналарға не жаңа түскен келіншекке сыйлайды. Ол сәби сүйсін деген ырым. Ит көйлектің қасиеті өмірде де дәлелденіп жүр. Балапан Ақжанұлы халық жауы деген жаламен Сібірге айдалып кеткен. Қазақы тілмен айтқанда, ит жеккенде, ауыр жұмыста жүрген атама менің ит көйлегімді беріп жіберіпті. Елге аман есен оралсын, туған жердің топырағына қайтадан жетіп, ата күлдікте өз ошағының түтінін тіктеп, шаңырағын биіктетсін деген тілеулестерінің осы бір ырымы қате кетпеді. Мерзімінен бұрын босап шығып, ата жұртына табан тіреді. Ұрпағының жетілгенін көрді. Ол кісі өз әңгімесінде Сібірде қуғында жүрген небір асылдар, боздақтар, сол ит көйлекті бір иіскеп, өз ошағына, туған жерге, отбасына, бала шағасына деген сағынышын басады екен. Жөргек иісі бұрқыраған қасиетті ит көйлек олардың есіне отанын оралтып, көздерін бір-бір сығып, ішкі шерін төгіп, мауқын басуына себепші болыпты.
қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.